Анардың шырыны мен қабығын медицинада көптеген ауруға қарсы қолданады. Анар шырыны қаназдыққа қарсы жақсы ем. Оның құрамы қант, таниндерге, С дәруменіне бай. Анар шырынын күнде ішіп жүрсе, жүрек қан тамырларының қызметі жақсарады. Сонымен қатар, анар шырыны әсіресе әншілер үшін өте пайдалы. Ол дауыстың таза, әрі әуенде шығуына көмектеседі. Сондай-ақ, анар суы шөлді басып, дене қызуы мен артериялық қысымды түсіреді, тәбетті көтереді. Ал анардың қабығын кептіріп, ұнтақтап, іріңдеп кеткен жараға қарсы қолданса тез жазылады. Және анардың бір ас қасық ұнтағына бір ас қасық бал қосып, жазылмай жүрген жараға жағуға болады. Анардың 9 түрлік емдік қасиетіне тоқталатын болсақ, гемоглобинді көтереді. Анар жемісі қаназдық аурумен күресуге көмектеседі. Осы дерт кезінде анар шырынын 2 ай көлемінде күніне 30 минуттан 3 стакан ішу абзал. Екінші, қан қысымын төмендетеді. Анар дәндері қан қысым дертіне шалдыққан науқастардың артериалды қысымдарын түсіруге көмектеседі. Кептірілген жеміс жарғағын шайға қосып ішсе, жүйке жүйесін қалпына келтіріп, түнгі ұйқыны жақсартады. Гормон белсенділігін арттырады. Анар жемісі дәнінің құрамында май бар. Ол ағзадағы гормондық балансты қалпына келтіреді. Сол себепті жеміс дәндерін жеген пайдалы. Ауыз қуысын тазалайды. Жеміс қабығынан жасалынған су тұнбасы немесе шырынын, ангина және фарингит ауруларын емдеу кезінде тамақты шаюға пайдаланады. Инсулинді алмастырады. Анар жемісі қант диабет ауруына шалдыққан адамдарға өте пайдалы. Тамақ ішпес бұрын 60 тамшы жеміс шырынын күніне 4 рет қолданса, қан құрамындағы қант деңгейі төмендейді. Радиацияны шығарады. Анар шырыны радиоактивті изотопты заттармен жұмыс жасайтын немесе радиациясы жоғары аймақта тұратын адамдарға ішкен жөн. Ағзадағы құрттардың көзін жояды. Піскен анар қабығы құрамында құрттарға қарсы пальтерин, изопальтерин және метилизопальтерин сынды алкалоидтар бар. Ағзадағы құрттардың көзін жою үшін 40-50 грамм анар қабығын 400 грамм суық суға салып қайнату арқылы ағзаға іште қабылдау керек. Іш өтуді тоқтатады. Анар жемісі мен қабығын іш өтуге, тоқ ішектің қабынуына қарсы қолданады. Ағзадағы қабынуды емдейді. Жеміс қабығы адам ағзасындағы бүйрек, бауыр, көз, құлақ, буын қабынуларына қарсы емдік мақсатта пайдаланады. Ол үшін 2 ас қасық анар қабығын 1 стакан ыстық суға салып 30 минут қайнатып, дайын болған тұнбаны күніне 50 граммнан 2-3 рет ішкен дұрыс. Бұл халық емі пайдалы ақпарат. Ал егерде сізде қандай да бір созылмалы ауру немесе анарға деген жеке төзбеушілік бар болатын болса, онда мұқияттылықпен қолданыңыз.